Біз неге намаз оқимыз білесіздер ме? Өйткені намаз парыз. Ақимус соля, намаз оқыңдар дейді Құранда Аллах Тағала. Намаз парыз. Тура сол сияқты намазды парыз болғандығы үшін оқып жүрген болатын болсақ, ілім алуда, оқуда, ізденуде, білім алуда ол парыз екен. Ілім алуда парыз. Ілім алмасаң болмайды. Ілім алу күнә болуы мүмкін. Әл-илму фаридатун аля кулли муслимин ва аля кулли муслиматин. Ілім алу әрбір еркекке, әрбір әйелге парыз дейді. Енді бұл жерде илм деген кезде, ілім деген кезде қандай ілім? Тек қана діни білімді алу керек па? Тек қана жаңағы елдің барлығы молда болып имам болып кету керек па дейтін болсақ, жоқ. Пайғамбар илм деген кезде ілім деп айтты. Діни ілім не дүниеви ілім деп бөлген жоқ дейді. Яғни қараңызшы, физиканы оқысаң да, химияны оқысаң да, биологияны оқысаң да, немесе жаңағы IT-ді оқысың ба, есепті оқисың ба, кез келген дүниеви ілімді және діни ілімді оқу міндетті болады. Бірақ тек қана діни оқып, тек қана дүниеви жолмен кетуге болмайды. Екеуін қатар алу керек. Екеуін қатар алып жүру керек екен. Құс бір қанатымен ұша алмайды ғой. Екі қанатпен ұшады құс. Сол сияқты дүниеңді де, діни біліміңді де алып жүру керек екенсің. Әркім өз деңгейінде. Біз көптеген жерге барып Құран оқыған кезде, мысалы әкесіне Құран оқытады көптеген кісілер, жаңа қайтыс болған кісілерге Құран бағыштап жатады, 7 жылдығын 40-ын беріп жатады. Сол кезде мен Құран оқыған кезде, Құран оқып болғаннан кейін мен бүйтіп сұрайтынмын. Мен жаңа Құран оқыдым. Мысалы Фатиха сүресін оқыдым. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ар-рахманир-рахим. Малики яумиддин. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Амин. Фатиха сүресін баршамыз білеміз. Сондай-ақ имам кісілер әртүрлі жаңағы садақаға барып не істейді? Құран оқиды. Сол кезде ол халыққа Құран оқып берген кезде ол халықтың көпшілігі Құранның мағынасын түсінбейді. Өйткені ол арабша. Сол кезде мен айтатынмын, сіздер мен жаңа Құран оқыдым, соның мағынасын білесіздер ме деп сұрайтынмын. Мағынасын білесіздер ме? Мен көбісі білмейді. Білмейді десе де болады. Және бір қызығы, намаз оқып жүргендердің көпшілігі білмейді. Өйткені бұл діни білімнің сауаттылығы өте төмен. Яғни арабшасымен емес, кириллица, яғни қазақшасымен Құрандарды жаттап алған кісілер көп. Немесе арабшасымен жаттаған күннің өзінде де оның мағынасын түсінбеу мүмкін. Әлбетте әрқайсысы өзінің шамасы келгенше үйренген. Бірақ айтайын дегенім, біз Құранның мағынасын түсінуге әрекет жасауымыз керек. Өйткені Құран не үшін түсті? Және Құранда не айтылды? Құран кімге қатысты? Дейтін болсақ, Құран мұсылманға түсті. Яғни пайғамбарымызға түсті, пайғамбарымыз арқылы мұсылмандарға жетті. Яғни біз айтамыз ғой, бір мемлекеттің конституциясы деп, яғни мемлекеттің ішіндегі ережелер бар, заң бар. Тура сол сияқты мұсылманның өмір сүру заңдылығы. Мен мұсылманмын, Аллаға сенем, оның елшісіне сенем, оның кітабына сенем, өлгеннен кейін қайта тірілетіндігіне сенем. Яғни өзімді мұсылманмын деп есептейтін адам болатын болса, мұсылманның өмір сүру қағидасы. Құранды оқысақ, Құранның ішінде барлығы бар. 25 пайғамбардың өмірбаянын бізге үлгі ретінде келтірген. Біз адамдарға дінді жеткізу барысында неше түрлі қиындықтар, неше түрлі кедергілер болады. Мысалы, ілім алу парыз дедік. Ілім алу парыз. Кітап оқу керекпіз. Іздену керекпіз. Сұраққа жауап іздеу керекпіз. Ал енді осы ілім алғаннан кейін оны басқаларға жеткізу деген нәрсе бар. Мысалы, сіз намаз оқып жүрсіз, намаздың парыз екенін білдіңіз, енді қасыңыздағы досыңызға, не жақыныңызға намаз оқы деп айту міндет болады. Яғни жақсылыққа шақыру, жамандықтан қайтару мұсылманның және бір парызы. Намаз оқу парыз болатын болса, ілім алу парыз болатын болса,
тура сол сияқты тағы да парыз нәрсе бар, жақсылыққа шақыру, жамандықтан қайтару. Енді парыз деп айтып жатырмыз. Парыз деген не? Парыз дегеніміз Алланың міндеттеген, Алла тағаланың құлдарына жүктеген нәрсесі. Істесең сауап болады, істемесең күнә болады. Біз намаз оқымасақ күнә болады, Алла сақтасын, дозаққа түсіп кетуі мүмкінбіз. Өйткені парызды тастадық, Алланың бұйрығына қарсы шықтық. Намаз оқымағандар дозаққа түседі. Құранда мә салакакум фиссақар қалу ләм наку минал муссаллин. Сендердің дозаққа түсулеріңе не себеп болды деп дозақтағы періштелер дозаққа түскендерден сұраған кезде, қалу, олар айтады дейді, ләм наку минал муссаллин. Біз намаз оқымайтын едік, намаз оқымайтындардан едік дейді. Яғни намазды тәрк ету, намаз оқымау, Алла сақтасын, дозаққа түсу қаупі бар екен. Сондықтан намаз парыз, әрбір мұсылманға, бәлиғат жасқа толған, ақыл есі дұрыс адамға намаз оқу парыз болады. Күнде 5 уақыт намаз оқу. Енді осы намаз парыз екен ғой деп, Алладан қорқып, Аллаға итағат етіп, Аллаға бойсынып намаз оқып жүрген болатын болсақ, намаз не үшін оқисың деген сұраққа, ол намаз парыз ғой деп айтатын болсаңыз, ілім алу да парыз. Тура сол сияқты. Ілім алу да парыз. Кітап оқыңыз, ізденіңіз, Құран үйреніңіз, оның мағынасын түсінуге тырысыңыз. Тура сол сияқты жақсылыққа шақыру, жамандықтан қайтару да парыз. Сіз намаз оқып жүріп, мешітке барып жүріп, мен мұсылманмын деп Алланың бұйрықтарын шамаңыз келгенше орындап жүрген болсаңыз, соны қасыңыздағы достарыңызға, туыс туғандарыңызға, жақындарыңызға да айту парыз болады. Айту парыз. Айтпасаңыз, Алла сақтасын, күнә болады. Мысалы, сіздің ініңіз бар, туысыңыз бар, жақыныңыз бар, досыңыз бар, ол арақ ішеді, ол ұрлық жасайды, ол жаңағы күнә жасауы мүмкін. Сіз оған арақ ішпе, арақтың зияндығын айтуыңыз керек, арақ ішпе деп айтуыңыз керек, әке шешеңе жақсылық жаса деп айту керексіз. Ешқандай адам баласына зиян тигізбеу керекпіз деп айту керексіз. Неге? Өйткені пайғамбарымыз не деді? Мұсылман деген кім деген кезде, тілімен де, қолымен де ешкімге зиян тигізбеген адам дейді. Өтірік сөйлеме, ғайбат айтпа, өсек айтпа, біреуге жала жаппа деген сияқты. Былайша айтқан кезде жақсылыққа шақыру және жамандық күнәдан, жаман істерден тыю әрбір мұсылманға парыз. Тек қана имамдардың, немесе медресе оқыған, университет оқыған дін адамдарының істейтін жұмысы емес. Тек қана әрбір мұсылман жақсылыққа шақыру керек. Әрбір мұсылман жамандықтан қайтару керек. Мен де, сіз де, ол да барлығымыз әке шеше бала шағасына үйрету керек, достарына үйрету керек, жақындарына үйрету керек. Сондықтан осының барлығын біз ескеріп, өмір сүріп жүрген ортамызға, адамзат баласына пайдалы болсын деп, жақсылықпен не істеуіміз керек? Жарысуымыз керек. Алла Тағала баршамызға екі дүние жақсылығын, екі дүние бақытын нәсіп етсін.